Сіз қашан президент боласыз? Сіз оянған күні мен президент боламын. Армения НАТОға кіре ме? Армения НАТОға кіруді әлі талқылаған жоқ. Бірақ Еуроодақ Арменияменен келіссөз жүргізе бастады. Ол алдымен Еуроодаққа кіруі мүмкін, енді ары қарай бәрі жақсы болса НАТОға кіруі мүмкін. Ал басқа қандай сұрақ бар? Секе тиктокқа шыққыңыз келіп жүр ме? Мына сұрақ енді өте маңызды сұрақ. Тикток дейтін мәселе. Мен енді тикток туралы қайта ойлана бастадым. Себебі өте көп адамдар, тіпті осы Американың өзіндегі IT мамандары, Секе, ол сенің жағдайың ерекше ғой. Егер сен тиктокты пайдалансаң, онда сенің қайда жүріп тұрғаның, тіпті әуелі тиктогың бар телефоныңды өшіріп қойсаң да, не сөйлегеніңнің бәрін Қытай аңдып отырады ғой дейді. Қытай аңдып отырады дейді. Ал егер мен анау арнайы қарулы күзетпен күзетілетін ең жоғарғы адамдар тұратын микрорайондағы досымның үйіне тиктокты қойып қойсамшы десем, онда Қытай арнайы 10 адамды сол микрорайонның айналасына күзетке қойып қойсашы дейді. Сен әр жолы соған жаңағы тиктогыңды пайдалануға досыңның үйіне барған кезде, олар сол микрорайонның айналасында 10 адамды қойып қояды дейді олар. Әрқайсысына $10,000 айлық беріп, 24 сағат күзетіп қояды, көлікте тұрып күзетеді. Кім екенін білмейсің. Ол мүмкін Қытай, мүмкін Мексикан, мүмкін Американ, мүмкін қазақ дейді. Қытайдың қазағы. Сосын сол жерге кіріп шыққан сені аңдиды, қайда тұратынын, қайда жүретініңді біледі, көлігіңнің нөмірін біледі. Көлігіңе бір нәрсе қойып кетуі мүмкін, көлігіңнің моторына қоюы мүмкін, тыңдағыш қоюы мүмкін. Қазір жақын аралықтан саған жақындап келіп, сенің телефоныңдағы ақпаратты ұрлап алып кететін аспаптар бар дейді. Сосын дейді, қазір дейді, осындай сұмдық аспаптар бар. Сондықтан Секе тикток туралы ойлан дейді. Енді жуырда бір осы америкалық бір IT жігіт, онда сол жиналыстарда жүріп танысқанбыз, жас бала енді, 25 па 28 ба сондайдағы жас бала. Мен мынандай бір тикток жасап берсем деген, мен қатты қуанып кеткем. Ол айтады, сіздің мына ютубте сөйлеген каналыңызды мен тиктокқа байласам, өзіңіз ол тикток тұрған жерге келмейсіз, мен оны басқа жерде бір серверге байлаймын. Сіз ютубтен сөйлегенде ана жақтан тиктоктан автоматты қосылатын қылып жасап беремін деді. Мақұл, енді олай болса да жақсы екен. Бірақ сол тикток арқылы менің байланған ютубыма кіріп кетпей ме десем, ондай жолдарын жабамыз дейді. Енді оны күтіп отырмын енді. Өз басым тиктокты елдер айтқаннан кейін қайтадан ойланып қалдым. Мынау мысалы, мына маған жала жауып жатқан елдердің бір сөздері бар ғой. Серікжан өзі Қазақстанда қазақтарға Қытайдың туын өрте деді, өзі неғып Америкада Қытайдың туын өртемейді, елшіліктің алдына шығып дейді. Мен бұған екі түрлі жауап беремін. Біріншісі, Қазақстанда қазақтардың ту өртеуісінен менің хабарым жоқ. Сенбесеңдер, бүкіл атажұрттың азаматтарынан сұраңдар. Мен атажұрттың бұндай іс-шараларына кіріспейтін адаммын. Оны бүкіл ел біледі. Олар ту өртеп желіге салғанда Тілек Ниязбекке, тағы басқа атажұрттың азаматтарын звондап, бұл қандай іс, қашан болған оқиға деп сұрағанымды елдің бәрі біледі. Екіншіден, Америкада Қытай елшілігінің алдында ту өртеуге мен ешқашан қарсы емеспін. Бірақ жалғыз өзім бар, ол жерде ту өртемеймін. Неге? Мен қатты сақпын, мен ақымақ емеспін. Егер ол жерде Қытайдың демократтары бірігіп, немесе Қытайдың фалунгуңдері, Қытайдың христиандары, Қытай католиктері, не Қытай демократтары, солар бірігіп, Қытайдың Вашингтондағы елшілігінің алдында ту өртейтін бір шара өткізсе, онда мен абсолютті түрде оған қатысамын. Неге? Адам көп, бірге барамыз, бірге нетеміз. Сосын ол елшіліктің артынан шыққаннан кейін, жаңағы көлікті кем дегенде 10 рет ауыстырып, ізімізді жасырып, содан кейін кетіп қалуға болады. Ал бірақ жалғыз өзім Қытайдың елшілігінің алдына барып ту өртемеймін. Неге? Қатты сақпын.
Қытайдың елшілігі мынандай жолдың қиылысында, перпендикуляр қиылысқан екі жолдың қиылысында. Мына жақтан бір жол бар, мына жақтан бір жол бар, екі-ақ жол бар. Ол жерге мен бардым. Менің артымнан кем дегенде алдымен жаң ереді. Жаң бәлім жерге дейін еріп барғанда қалып қалады, жай жолаушы болса. Одан уаң ереді. Уаң 5 минут ілескеннен кейін қалып қалады. Оның артынан чаң ереді, чаңның артынан таң ереді. Сөйтіп Серікжанның артында үздіксіз ілесуші болады. Мен қайдан білем олар маған не істейтінін. Жақындап келіп бірдеңені бүркіп кете ме? Жақындап келіп бірдеңені алыстан келіп бір әлсіз ғана бір тал уколды тырс еткізіп атып кете ме? Жағып кете ме? Білмеймін ғой. Оларға барғанда менің телефонымды олар алыстан сканерлеп ақпаратымды ұрлап ала ма? Телефонымды білмеймін ғой. Қазір алыстан тұрып мына микропештің технологиясындай технология бар дейді. Ана алыстағы бәленбай 100 метр жердегі адамның бауырын күйдіріп жібереді дейді ана микропеш. Мына тамақты ысытасың ғой, сол микропеш сияқты. Алыстан ана микро толқынмен бауырын езіп жібереді дейді. Ол бауырды езген кәдімгі жұдырықпен, аяқпен тепкен ұрған удары сияқты удар тиеді дейді. Бүйректі нетіп жібереді дейді. Мысалы, мен оған сенемін. Мысалы, менің жасымдағы азаматтар, міне 50-дің айналасындағы азаматтар айтыңдаршы, цифровой фотоаппарат дегенді біз қашан көрдік? Мен өз басым бірінші рет цифровой фотоаппаратты 2002 жылы ұстадым. Менің қолыма цифровой фотоаппарат 2002 жылы тиді. Сонда біз таңырқадық. Мә, пленка салмайтын фотоаппарат. Біз алғаш сол 2002-ге дейін біздің фотоаппаратымыз қандай болды? Ана пленка саламыз. Kodak, Fuji деген пленкалары болушы еді ғой, саламыз. Оны салғаннан кейін түсіресің, ішінде 36 сурет болады. Егер 37 болса, ой, мынау керемет екен, бір сурет артық болды дейміз, е? Мына цифровойдағы сияқты сақылдап баспайсың, жаңағы. Одан кейін оны қайтесің, оны кері айналдырасың. Кейбір автоматты фотоаппарат бар, кнопканы басып, ана пленканы орап, қайтадан өзінің қауашағының ішіне тығасың. Егер сол кезде фотоаппаратты ашып жіберсең, ана пленка күйіп кетеді. Ішіндегі анау химиялық реакциялар жарықта негативтер кетіп қалады. Оны күміс анау мына бірдеңенің реакциясымен жасайды. Кәдімгі химия. Мына жабық жердегі пленка әр фотоны бір басқанда дыр айналып мына оң жағын өтеді. Оны қайтадан жаңағы автоматты кнопкасын басып, немесе ана автоматты болмаса өзі орап, ана пленкасының ішіне тығасың. Пленканың ішіне тыққаннан кейін апарып, оны арнайы сурет бастыратын жерге барып, ана пленканы үлдір дейміз ғой. Сол үлдірді кәдімгі далаға алып шығуға болатын үлдірге айналдырып береді. Олар бір химиялық реакциямен жуып. Оны айналдырып бергеннен өзің ішінен қарап отырып, бүйтіп қарап отырып, мынаны бастырам дейсің. Жомарттау біреу болсаң, маған бәрін басып шық дейсің. Міне, сондай заман болады. Ал біздің қолымызға цифровой фотоаппарат 2002 жылы тиді. Ал енді қараңдар. Бұл цифровой фотоаппарат. Сонда біз 2002-ге дейін химиялық фотоаппаратты қолданып жүрген кезде, кәдімгі химиялық реакцияменен, жарықтың сәулесіменен есептесетін Жапонның Fuji фильмі бар, жаңа тағы не берді? Fuji фильм бар, Kodak бар, Konko бар ма еді? Қандай бір аттары бар еді ғой ана фильмдердің. Оны мына жастар білмейді, кейінгі жастар ондай заттың не екенін де білмейді. Енді сонда цифровой фотоаппарат, цифрлы фотоаппарат екінші дүниежүзілік соғыста бар екен. Сол заманда тырнақтың көлеміндей чипке фотоны түсіретін цифровой фотоаппарат бар екен. Сол заманда чипке жазады екен. Бірақ ол халықтың қолына қашан тиді? Жарты ғасырдан кейін тиді. Сондықтан әзірде де көптеген технологиялар бар. Ол мүмкін біздің оны түсінгенімізге жарты ғасыр керек шығар. Міне, сондықтан мен жалғыз өзім ақымақ емеспін, Қытайдың елшілігінің алдына барып, бұл неғып өзі ту өртемейді десе, шауып барып Қытайдың елшілігінің алдына ту өртеуге барады. Мен ондай топас, ондай надан болсам, осындай деңгейге жетпеймін. Қара, мына жігіттер ту өртегеннен кейін қара, 1000-нан артық әлемдегі ең ірі медианың бәрінде
ата жұрттың аты Серікжанның аты тұр. Қаншама медиаңды көтеріп, қаншама дүниенің шу-шұрқанын шығарды. Менің сол ірі медиаларда жариялатқан әрбір мақалам, мен Қытайдың елшілігінің алдына барып, жалғыз өзім барып бір Қытайдың туын өртегенімнен миллион есе артық. Миллион есе артық. Сондықтан ондай ақымақтықты маған айтпай-ақ қойсын. Енді маған бір бауырлар, енді көп адамдар енді ұмытшақ қой. Мынау Қытайдың иті Омарәлі Әділбек дегеннің видеоларын тиктокта таратып, тикток әдейі оны қитқып тарататын контентке айналдырып, секе мынау Омарәлі Әділбек деген кім деп сұрақ қойып жатыр екен. Ата жұрттың каналына кіріп 2018-2019 жылғы Омарәлі Әділбекке қатысты ескі видеоларды, аудиоларды тыңдасаңыздар білесіздер. Мен Омарәлі Әділбек туралы айтпай-ақ қояйын. Омарәлі Әділбек Қытайда туып өскен қазақ, Пекиндегі Қытайдың парламентінің мүшесі, өзі Қазақстан Республикасының азаматтығын алған, Жебеу дейтін ұйымды Қытайдың шпиондық мекемесі саналатын, бірақ анығында өздері бірлік сап деп ат қойған, шетелмен қарым-қатынасты, немесе іштегі діни адамдарменен қарым-қатынасты дұрыстауға бағытталған бірлік сап дейтін мекеме бар. Бұл бірлік сап дейтін мекемені Қытай шетелге арнайы сатып алу, шетелдегі Қытай идеологиясына қызмет істейтін адамдарды дайындау, соны сатып алу мақсатында қолданады. Қазір бұл Қытай тіліндегі туңжан дейтін сөз. Ай, ана бәленше не болды десе, би туңжанлы дейді. Ой, туңжандасып кетіпті дейді. Ол не деген сөз? Туңжандасып кетіпті деген сөз Қытайға сатылыпты. Ана сол Омарәлі сияқтылар барып әлгіні ең соңында Қытайға қарсы тұрмайтын қылыпты дейді. Бұл қазір жаңағы бұл қазақтар бұны бірлік сап дейді. Ағылшындар United Front дейді. Орыстар Единая фронт дейді. Енді менің бұл мекеме туралы сөйлеген сөзім бар. Германияның өзі осы бірлік сапқа Қытай жылына 10 миллиард доллардан артық ақша бөлетіндігін айтады. Менің лекциямды тыңдаңыздар. Қытайдың жұмсақ күші деген лекция бар. Енді мына кейінгі жастар соны білмеуі мүмкін. Қытайдың жұмсақ күші деген. Қытайдың жұмсақ күші деген осылар, Омарәлі Әділбекте. Ол Қытай мүддесіне жұмыс істейді. Қазақстан Республикасының азаматы. Қазақстанда Жебеу дейтін ұйымды тіркеп қойған, тура сонымен аттас Жебеу дейтін ұйымды Пекинде тіркеп қойған. Қытайдан оларға миллиондаған доллар ақша түседі. Оның әрбір темасына, тақырыбына миллиондаған доллар ақша түседі. Омарәлі Әділбек, Төкен Мәсімхан, Рақым Айып, Алмас Ахметбек, ана Көктудың желбіреген. Бұлардың барлығы сол Қытайдың жұмсақ күштері. Қазақстанда бұлар өте көп, мысалы, Әлия Жанәбіл дегендер сол Қытайдың жұмсақ күштері. Бұлардың барлығының анау Мұқан Мамытқан деген бар, мені сотқа сүйреген. Бәрі Қытайдың жұмсақ күштері. Бұл Қытайдың бұл жұмсақ күштері Қазақстан билігінің де, Қытай билігінің де қосар қолдауына ие. 17-18 жылдан бастап Омарәлі Әділбектің бізге жап болған жаласы жоқ. Болмаса сол Омарәлі Әділбектің біз әкесін өлтірген жоқпыз, қызын алып қашқан жоқпыз. Тіпті өмірімізде соны көрмеген екенбіз. Кейін соның бір күшіктерінің үгіт насихатымен әлгімен кезіктік. Бірақ рет көрдік, жұпық етіп өзі оған ең кіші сары Томар деген аттарды қойып қойдық енді. Бұл адамдар кімдер? Бұлар тап-таза Қытай мүддесіне жұмыс істейді. Ең соңында сол бүкіл елді ұйымдастырып біздің үстімізден арыз жазғызды. Мұхтар Шаханов біздің үстімізден арыз жазатыннан бұрын Омарәлі Әділбек Мұхтар Шахановқа кіріп шықты деп айтып жүрген, көрген адамдар бар. Себебі біз 3-ші қабатта болдық, саяхаттағы үлкен ғимараттың. Мұхтар Шаханов соның 6-ші қабатында болды, білесіздер. Омарәлі Әділбек сонда кіріп шықты дейді. Енді Омарәлі Әділбектің анау Қытайда күйеуі қамалып қалған әйелдерді алдап, Алматыдағы қазақ қауымдастығының мекемесіне жинап, артынан оларды көлікке басып, Алматыдағы елшіліктің ішіне кіргізіп, елшіліктің ол әйелдерге бақырып көзін шұқып,
Сендер неге Қытайға қарсы тұрып жүрсіңдер дегенде олар күйеуімізді неге қамайсыңдар, босатыңдар деп айғайлағаны. Бұның барлығы біздің 19 жылғы сұхбатымызда ашық жарияланды. 2019 жылғы сұхбат. Омарәлі Әділбек, Рақымбаев дегендер сол Қытай консулының тапсырмасын орындайды. Енді журналистердің сол кезде жазғаны бар, біздің лекциямызда бар. Омарәлі Әділбек Қытай консулынан Қытай консулын қорғау авангарды деген сыйлық алады. Бір елдің дипломатиялық мекемесін ана Омарәлі Әділбек қорғайды екенміш. Енді сол Омарәлі Әділбек тура өзі сияқты сатқын, анау кім дейді, Думан деген не бір жігіт бар екен, мен көрген жігітім емес. Анау қажет дейме, бір арна ашыпты ғой бір жігіт. Соған сұхбат беріп, Серікжан деген шпион анау мынау деп оттап отыр дейді. Мен енді көрген жоқпын. Ол жігітте анау 20-шы жылдан мені жағалады. Секе сұхбат бергіңізші, секе сұхбат. 20-шы жылдан мен соның сатқын екендігін білемін. Бірде-бір рет талабын орындаған жоқпын, сұхбат берген жоқпын. Оның ана шықынып, жаңағы шығатып қалған бала құсап, шықынып, шыңғырып сөйлеген сөзінен, ана шала сауат тірлігінен мен үнемі байқап отырам. Үлкен талабы бар, бірақ Құдай талант бермеген. Ұмтылатын бір сондай бір ар жағынан бір нәпсісі бар, бірақ соған жарай білімі жетпейтін бір шала сауат біреу. Ол ана қазір парламентке барған бұрынғы ұлттық арнадағы анау Қызылбайпақ кім еді, атын ұмытып отырмын. Әзір депутат болып кетіп, біраз бақсылығы азайып қалды ғой. Бұрын осы жұлқынып, қолын аяғын сермеп, осы кәдімгі жын буған бақсы құсап, жұлқынып сөйлейтін ана ұлттық арнадағы ана Қызылбайпақ деген бар еді ғой, аты кім еді, атын ұмытып отырмын соны мен. Ол жаңағы сол қажеттің сол Қызылбайпақ болғысы келіп жүрген адам. Ол да сол Қызылбайпақ құсап, жұлқынып, серменіп, кербезденіп, паңданып, шықынып, қысылып. Нартай Аралбай. Сол Нартай Аралбайдың бір Аралман түрі, Аралман Нартай Аралбай. Бұл енді Омарәлі Әділбек екеуі туыс. Екеуі бір мекемеге қарайды ғой енді. Омарәлі Әділбек кәртейіп, оның қытайшасы да шалапұла, жарамай қалды ғой. Омарәлі Әділбек былайша айтқанда кәртейген ит сияқты болып қалды ғой. Қытай енді оған сол анда-санда бір қатқан тұтқанның бірдеңесін беріп, баяғыдағыдай емес. Сол бүкіл елді шулатып, Серікжанды жалалайым деп соттай алмадың, сен кәрит, көп нәрсеге пайдаң тимеді, не қасқыр ала алмайсың, не аула күзете алмайсың деп Омарәлі Әділбек бүктүсіп, ана ит қорасында мойнында шынжыры бар, Қытайдың қатқан тезегін қажап, ана ит қорасында бүктүсіп жатқан жерінен, мына Қытайдың тәрбиелеп отырған жас күшігі, жас қандені жаңағы қажет деген жігітті. Кім еді аты? Думан деді ма? Білмеймін. Фамилиясы қалай сол жігіттің? Думан деді ғой деймін. Қателессем айыпқа бермес. Соны алып шығып отыр. Енді ол жас күшік енді. Енді соны Қытай тәрбиелеп жатыр. Өткенде Қытайға барыпты, видеолар жүр. Бір экспоға барған ба Қытайға. Бір жерде контрактқа отырма, Қытайлар күтіп алған ба әйтеуір бірдеңелер жүр. Солар жүр енді. Енді Омарәлі кәрит, енді оған қатқан тезек беріп қойды. Мынау жас ит, енді бұған сол жуындысын асқан тасқанын беріп, енді Серікжанға қарсы үргістік қойды. Мен таңырқамайын. Серікжан ол артынан 40 қанша көрмесе, Серікжанның өзі не болып қалды, дүние не болып қалды деп таңырқайды. Менің артымнан 1000 Омарәлі, 1000 қажет, 1000 миллион Қытайдың осындай арнайы қаржыландыратын үгіт насихат үрсе, мен бықпаймын. Мен өз жұмысымды жалғастыра беремін. Біз Қытайда қамалған қазақтың тақырыбын көтердік. Мысалы, осы екеуі де жаңағы, ана Қытайда нақақ қамалып отырған Әлімнұр Тұрғанбайдың темасын көтере ала ма? Жоқ, көтере алмайды. Қытайда жаңағы таяқ жеп, Қытайлар ұрып, мүгедек қылып жібере жаздаған Жанат Жеңістің тақырыбын көтере ала ма? Көтере алмайды. Қытайда қамауда отырған қазақтың зиялы азаматтары Қанат Ережеп, ғалым Думан Жақып, сол сияқты азаматтардың тақырыбын көтере ала ма? Өткендегі Абай Семейхан, солардың Әділ Семейхан, солардың тақырыбын көтере ала ма? Көтере алмайды. Қытайдың Қазақстанға мынау экспансиялап сіңіп кіріп жатқандығын көтере ала ма? Көтере алмайды. Бұлар қайтеді? Қытай деген енді Құдай дегенді үгіттейді. Сол Қытайға қарсы тұрып қойған бізді жек көреді. Неге? Біздің олармен ешқандай алты аласымыз, бес бересіміз, арда кеткен кегіміз жоқ. Берде кеткен еселері жоқ бізде. Бар болғаны
Қытайдың қызыл юанның қызыл иті болып отыр. Бар түсінікті сол. Болмаса мен солардың ешқайсысын, мысалы сол қажет деген балаңны 2020-дан жалынды секе сұхбат алайыншы деп елеген жоқпын. Себебі білейін дедім де қай жерге дейін үреді екен. Ақырында бет пердесін ашты. Енді ана кім сияқты ғой анау? Ержан Тұрғынбай сияқты КМБ-ның Еуропаға жіберген жобасы Әбілязовтың қасына бар, Әбілязовпен жаңағы одақ бол, сосын Серікжанмен одақ бол, сосын іштен жік шығарып бір бөлім адамды алып кетті. Ал Ержан Тұрғынбайың деген анау Дулат Ағаділдің өзінен сұхбат алып, Дулатты жамандап, сен титушкасың, шпионсың деді. Дулат бүкіл билікке қарсы күресіп жүр, анау шетелде отырып оны шпионсың дейді. Содан алды да Серікжанның үстінен арыз жазған Қыдырәлі Ораздан сұхбат алады. Серікжанның үстінен арыз жазған Ербол Дәулетбектен сұхбат алады. Серікжанды қаралап мақала жазған анау Мейірбек Сайлан дегеннен сұхбат алады. Серікжанның үстінен сотта куәгер болған Ерзат Меллат Кәрібайдан, Айбат Меллат Кәрібайдан сұхбат алады. Тағы кімнен сұхбат алады? Әйтеу кім Серікжанның үстінен арыз жазса, кім Серікжанға сотта куәгер болса қарсы. Соның бәрін Тұрғынбай бірден оттатып каналында сөйлетті. Марқұм Жасарал Қуанышалды да Қуанышалы ол кісі марқұм Алла разы болсын, Ержан Тұрғынбайдың биліктің маймыл екендігін ашып, бәленбай мақала жазды. Бүкіл мақаласын оқытып біз каналға салып қойдық. Ержан Тұрғынбайға қазір адам сене ме? Бір адам Ержанды адам екесің дей ме? Саяси сахнада ол тірі өлікке айналды. Ол не дейді? Жаңағы social death дейді. Ержан Тұрғынбай өзінің бет пердесін сол кім КМБ-ның тапсырмасын орындап Серікжанға қарсы куә болса, Серікжан үстінен арыз жазса, Ержан Тұрғынбай соларды әкеп каналында сөйлетіп, Серікжан Қытайдың шпионы, Серікжан арандатушы дейді. Аналар КМБ-ның тапсырмасымен Серікжанның үстінен арыз жазады. Олардың талабын орындап КМБ Серікжанды соттайды. Қазақ билігі соттайды. Қазақ билігі соттаған Серікжанды. Олар қаралап, қазақ билігі қолдап арыз жазғызған жаңағы арыз қойларды Ержан Тұрғынбай каналына шақырады. Енді кім биліктің иті, кім билікке қарсы жұмыс жасап жатыр, түсінсеңіздер болды. Жаңағы Омарәлі Әділбек, жаңағы жігіт, анау Ышқынбай жігіт, атын ұмыта беремін соны. Ышқынбай дей салайықшы, өзі қатты ышқынатын жігіт қой. Шығатып қалатын сияқты көп жағдайлар. Сол көп ышқынатын сол Ышқынбай мен Омарәлі Таз. Мен оны Омарәлі Таз деймін, Кіші Сары деймін, Томар деймін. Бұлар сол бір категориядағы адамдар. Қытайдың жұмсақ күштері. Менің ескі лекциям бар, Қытайдың жұмсақ күштері деген. Соны тауып тыңдасаңыздар, Қытайдың жұмсақ күштерін түсінесіздер. Және Қытай қаржысының құпия сыры деген 17-18 жылы сөйлеген лекцияларым бар. Соны тыңдасаңыздар түсінесіздер. Көп нәрсені мына кейін интернетке қосылып жатқан адамдар білмейді екен. Көп ескі адамдар, менің 17-18 жылғы күресімді білетін адамдар мені айтқызбай ақ түсінеді. Мен енді бұларды қайталамаймын. Ал енді бір сұрақ сұрайыншы. 17-18 жылы осы Қытайдың жұмсақ күштері, Қытайдың жалдамалы иттерінің бізге жапқан жалалар туралы сіз естіп педіңіз, көріп педіңіз, біліп педіңіз? 17-18 жылы сіз тыңдап педіңіз? Соны жаңағы, егер 17-18 жылдан бері бізді сол кезде сол Қытайдың мынау жұмсақ күштерінің шынайы бет бейнесін ашқанымызды сіз көріп педіңіз, естіп педіңіз сол кезде? Я көргем секе білем десеңіздер астына білем деп, жоқ білмейді екен енді естіп жатырмын десеңіздер, енді естіп жатырмын деп жазарсыздар. Міне, бұл енді білмейтін жұрт менен сұрап жатыр да жекеме шығып, сосын қайталап айттым енді, білмейтін жұрт та көп екен. Рахмет, мен жерде бір бауырымыз 7 айлық жабық каналға қосылыпты. Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет. Міне адамдардың көбі жазып жатыр, білеміз деп міне. Мен 2021 жылы міне. Рахмет, мына 7 айлық жабық каналға жазылыпты. Жабық каналға жазылу енді сөздің шыны, мына бізде ютубта жабық арна бар. Бірақ олған ақыл арна, сол ақыл арнаға карточкаңызбен төлеп кәдімгідей жазыла аласыздар. Білемін дейді. Көп жұрт біледі екен. Көп жұрт біледі екен.
Зеленский жармайтын сияқты. 9 майда Мәскеуді жарама дейді. Жармайтын сияқты. Бәрі біледі екен. Жақсы. Білмейтін жұрттар енді жаңағы енді естіп жатқандар болса керек. Енді көп адам осыған бірден жіті назар аударып отыра бермейді ғой. Кейбіреулер жаңағы енді естіп жатқандар болады жаңағы. Сосын мына Қормұс бұғазында Иранның жаңа жеке шағын бомбалаушы көліктер жандарында қысқа типтегі зымырандары бар. Соны орнатқан көліктерінен кемелерінен 6-ауын жарып жіберіпті Америка. Енді бір қызық ақпарат. Иран Араб Бірлескен Әмірлігіне шабуыл жасады. Араб Бірлескен Әмірлігі Иранның бүкіл атқан дрондары мен зымырандарын қағып түсті. Неменен? Патриот 3-пен ба, Американың SAAT сат жүйесімен ба? Жоқ. Бұл жерде Патриот 3-ті де қолданбаған, SAAT-ді де қолданбаған, сат жүйесін де қолданбаған. Кәдімгі темір күмбезді қолданған ғой. Израильдің темір күмбезін қолданған. Енді қазір Араб Бірлескен Әмірлігі Иранға қарсы жалпы мемлекеттік соғыс жариялаймыз деген тақырыпты ашық айтып жатыр. Мемлекеттік соғыс ашамыз деп отыр. Неге? Араб Бірлескен Әмірлігінің қысқасы мазасын алып жіберді Иран. Соны қайсы күні бір пост салдым ғой. Мына сарттар арабтарға қаратып от жеп деген енді зымыранды от жебе дегенім ғой өзімше. От жеп атып сарттар. Арабтарға ақыл кіріп жатыр дейін де. Одан бұрын осы Иранға қарсы барлық іс-шараларда арабтар бейтарап болатын. Діндес, анау мынау деп. Енді қазір бұл Иранның айын алдырып, Саудияғынан тартып түк қоймай бомбалаған кезде арабтар есін жиді. Сарттардың албат атқан зымырандары арабтарға ақыл кіргізді. Енді арабтардың Америкадан қару-жарақты сатып алып жатыр. Израильден темір күмбез алды. Сауд Арабия жаңағы Араб Бірлескен Әмірлігі ОПЕК-тен шегініп шыққан кезде Сауд Арабия қатты наразы болған. Бірақ осы жолы Иранға соғыс ашамыз дегенде Сауд Арабия қолдап шыға келді. Катар қолдап шыға келді. Тіпті сол ОПЕК-нен Сауд Арабия да шығып кетуі мүмкін. Себебі Сауд Арабияның басшысы жас Салман Ханзада, ол да өте тактик, өте айлакер адам. Ол да ОПЕК-тің аясында мұнайдың бағасын жоғары ұстап тұру үшін мұнайды аз өндірейік деген ендігер ол жолға нанбауы мүмкін өз жол. Енді ол да сол максимал мұнайды өндіріп, максимал сатып қалу керек. Дүниеде мұнайдың бағасын түсіру керек. Мен мына жерде Трампқа қарсыларға бір сұрақ қоямын. Анығында Қормұста соғыс басталғалы Америка дүниедегі мұнайды ең көп өндіретін елге айналды. Америка дүниеде мұнайды ең көп экспорттайтын елге айналды. Жапонның өзі Америкадан келіп мұнай алатын болды. Ал анығында Америка Қормұзды бұғаттап тұра берген сайын өзіне пайдалы еді. Неге ол Қормұзды ашамын, ары қарай сауда кемелерін жүргізтемін деп отыр? Ол Америка бүкіл дүние жүзінің алдында тек өзім ғана емес, басқалардың да тіршілігіне жол берейін дейтін, яғни мен бүкіл адамзаттың бір тыныштығын сақтаушы, берекесін сақтаушы ақсақал төреші екендігін көрсетіп отырған. Трамптың егер тек Американың мүддесін ғана ойласа, Қормұзды бұғаттаған беті отыра беретін еді. Неге? Қормұз қанша бұғатталса, Америкаға сонша пайда. Бірақ осы жолы Қормұзды ашамыз, басқа кемелерді Қормұздың айналасына жібереміз дегені, оның бүкіл адамзат алдындағы америкалық жауапкершілікті іске асыру деген сөз. Енді Иранның қазіргі мынау дүлей билеушілері не ойлап отыр түсінбейсің. Егер олар Біріккен Араб Әмірлігіне, Саудияға қаратып оқ атпағанда, мүмкін Біріккен Араб Әмірлігіндегі
қаржыларын сақтап қалар ма еді, ақшаларын сақтап қалар ма еді? Қазір олар Біріккен Араб Әмірлігін ату арқылы ең қысқасы өздерінің бүкіл ана көлеңкелі бизнестерінің жасырын жаңағы тауар алдырып, жасырын ақша айналдырып отырған Біріккен Араб Әмірлігін Дубай платформасын жапты. Енді Иранның мына билеушілерінің логикасын түсіну қиын. Олар шын мәнінде шизофрендікпен ауырды ма, өздерінің әуе кеңістігін мүлде қорғай алмайды. Енді Америка айтып отыр, біз онды жер шарынан жойып жібереміз деп отыр. Жер шарынан жойып жібереміз деп отыр. Ал Америка шынында оларды ары қарай тағы бомбалай ма, жоқ Израильдің қолымен бомбалай ма, жоқ Араб бірлескен әмірлігінің қолымен бомбалай ма, белгісіз қазір. Иранның жағдайы өте бір белгісіз жағдайда тұр. Тоғызыншы майда Москвада парад бола ма, болмай ма, Орта Азияның стандары Тақайды алдыға салып, былқылдап, сылқылдап, қылқылдап, жылпылдап, жылтыңдап, Мәскеуден бірақ шығады, оған еш күдіктеріңіз болмасын. Тақай барады, артынан жаңағы палаушы сарт барады, оның артынан аққалпақ киіп қырғыз барады, тәжік барады, шизофрен түрікпен барады. Сөйтіп алдыға қазақты салып, бұлар жаңағы маймаң басып Москваға барып Путиннің қолын сүйіп қайтады 9 майда. Ол жылда болатын кешірілмейтін шөрі, ол солай болады. Сөйтіп Путинге мақтау айтып, сіз деген жеңіп жассыз, сіз деген тура бүкіл адамзат сізге қарап тамсанып отыр. Ой, Пөтенжан, сіз деген мақ дейсіз ғой сіз деп, бұл бәрі сол Путиннің аяғын сүйіп қайтады. Енді дәл сол кезде енді Зеленскийге бір құдай бір ой салып, бір зымыран атып жіберсе ғой, сол бәрі бас қосып Кремльде тұрғанда. Бір зымыран атып жіберсе ғой, шіркін ай Зеленский. Хат жазыңдар Зеленскийге, Украинаға. 9 майда тура анау Орта Азияның 5 сүмелегі барған кезде бір зымыран атшы. Сол бір зымыраныңа біз жаңағы бір ғасыр сізге былайша айтқанда соның зымыраныңыздың құнын төлейікші, 100 есе қып төлейік деп. Хат жазыңдар бәрін Зеленскийге. Бір болмаса бір ойланып қалар енді. Ал басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Зеленский егер Орта Азияның 5 сүмелегін Москвада парадқа барған жерінен бір зымыранмен мүттәйім жіберсе, Зеленскийге ренжисіңдер ма? Тақайға, ой бауырым, арманда кеттің ау, былқылдаған жүрісіңнен деп Тақайға аза тұтасыңдар ма? Ал басқа сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен кеше бір ақпараттарды оқып қалдым. Сосын ары қарай көп мән берген жоқпын, соны енді қысқаша айта қояйын. Мына Американың қаржы министріне қатты разы болдым. Қытайдың 5 мұнай химия жекеменшік компаниясына Ираннан заттар тасығандық үшін, Иранға заттар тасып жеткізгендік үшін мұнай химия өнеркәсіп компаниясы Америка санкция салды. Сөйтіп еді әлгі 5 компанияның 5-еуде Сингапурда бөлімшелері бар, және Сингапурдағы бір компаниялардың салымшы компаниясы. Салымшысы. Мысалы, ол былай да, мысалы, Сингапурда бір Чаңчунпаң жарнашек серіктігі деген компания болса, соның контрол пакеті жаңағы 5 компания екен да. Контролдаушы, яғни негізгі
басқарушысы. Соны Америка бұл компанияларға санкция салғанда Қытайдың үкімі шықты. Жаңағы Сингапурдағы әлгі компаниялар бұл санкцияға ұшырамайды. Себебі жаңағы санкция салынған 5 компанияны дереу Қытай ұлттық мемлекеттік компания қылып пакетін мемлекет сатып алды деп жариялады. Олар онсыз да ұлттық мемлекеттік компания. Тек жалғаннан шетелге жекеменшік компания қылып бірдеңе істесе білмейміз ғой, осылар өздері істеп жүр. Енді деген сияқты қылып ақталуға жасап қойған дүние ғой. Мысалы Джек Маны қолдан миллиардер жасап қойды. Джек Маны бүкіл қазақтар баласының аузына түкіртіп сөйтіп жүрді ғой бір кезде. Сол Джек Ма Қытайдың кәдімгі қызыл иті, коммунисті. Ол ешқандай талантты миллиардер емес, ол сол Қытай компартиясының қолдан миллиардер жасап, батыс нарығына кіргізіп, батыстың биржасынан, батыстың жарна нарығы базарынан ақша сыпыру үшін жасаған жекеменшік тұлға ол. Ешқандай емес. Енді сөйтіп Қытайдың былығы ашылып жатыр сөйтіп. Оған Америка пысқырған жоқ, ол компаниялардың бүкіл есеп шоттарын мұздатып жатыр. Екі мың жиырма алтыншы жылдан бері міне 5 майда мұнайдың бағасы ең жоғарғы биікке жетті дейді. Орыстар 9 майда жеңіс күні кезінде соғысты тоқтататындығын, жалғыз тарапты, сыңар тарапты соғыс тоқтататындығын жариялады деді. Ал Украин тараптарда бұл осы жеңіс күнінен 2 күн бұрын соғыс тоқтатады деп жариялады дейді.